Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен сіздерге бүгінгі видео коммент поинт достар. Бүгін бізде мен сізге қазір кішігірім өзім жайлы осы қалай мен ютубты дамып жатқаным жайлы айтып беретін боламын, және қалай даму керектігін айтып беретін боламын. Қазір комментарияға жазудың керегі жоқ, сен өзің жақында бастап алып, өзіңде 300 ақ подписчик бізге ютуб ақыл айтпашы деудің қажеті жоқ достар. Мен жақында бастадым, но менде қазірдің өзінде біраз опыт бар достар. Мен басында вообще монтаждың тіпті CapCut дегеннің не екенін де білмеген адаммын достар. Тоқта. Сен әлі күнге дейін жалғыз ойнайсың ба? Достарың бар, бірақ олар Minecraft ойнамайды ма? Онда мен сені Станкрафт атты кланға ұсынғым келіп тұр. Кланға сен өзіңе достар таба аласың. Менің немесе Аликош қызы деп ютубқа жазды. Тагылишкасын жаз, біз сені Станкрафт атты кланға қабылдай аламыз. Ал досым, сен не істеу керектігін білесің. Сондықтан мен қазір енді сіздерге қалай даму керектігін, өзімнің осы үйренген опытымды сіздерге айтып беретін боламын достар. Бүгін мен сіздерге қалай түсіндіңіздер ғой, қалай даму керектігін айтып беретін боламын. Ал біз видеоға кеттік. Достар, бізде даму үшін қатты технологиялық заттар керек емес. Мысалға телефон емес, қолыңызда не бар, сонымен түсіре берген дұрыс. Мен мысалы қазір телефонмен түсіремін көбінесе. Кейбірлер байқайды, менде телефонда кейде қатады. Телефон әлсіз болса да, мықты болса да, ол бәрібір. Сіз бастысы телефоныңыз бар, телефонмен түсіруіңізге болады. Ал егер телефоным жоқ, онда қалай түсіремін деп отырсаңыздар, қазір сіз немен көріп отырсыз? Анаңыздың немесе әкеңіздің телефоныңызбен көріп отырсаңыз, анаңыздың немесе әкеңіздің телефонмен де бастай беруге болады, егер ата-анаңыз сізге рұқсат берсе. Сонда сіз солай дамуға қадам жасай аласыз. Мен мысалы қазір менің өз телефоным бар, бірақ бұл телефонның өзі менде әлсіз болып келеді. Кім біледі, Oppo A5s деген ол баяғы телефон достар. Сондықтан мұның памяті өте аз, бірақ мен соның өзінде видео түсіріп жүрмін, жақсы нәтижелер өзімде көріп жүрмін достар. Сондықтан менде компьютер жоқ, ноут жоқ деген сияқты проблемаларды айтудың керегі жоқ. Ол ноут, компьютер дегендердің бәрі өзімен өзі жай, сіз дамыған сайын олар да сізге жақындай береді. Ал бізде келесі, ол көп адамдар өзін басқа адамдармен санастырады. Яғни мысалы сіз бір жыл видео түсіресіз, бір жыл бойы дамып YouTube түсіріп жүресіз, и өзімен өзі бір бастаған баланың видеосы сізден де атып кетіп көп просмотр жинап кетуі мүмкін. Ондай жағдай менде де болған. Менде мысалы кейде басқа мен қанша уақыт бойы монтажбен әдемі қылып өзім уақытымды құртып керемет істеймін видео. Бірақ ол видео атпай керісінше басқа бір ютубта жаңадан бастаған адамның вообще монтажы жоқ, қызығы жоқ видеоның атып кетуі, ол достар, ондай болады. Бірақ ондай менің подписчигім одан көп, бірақ қалай оның видеосы атып кетті, менікі атпай қалды деген проблема жоқ достар. Алгоритм өзі сондай. Кейбір видеоны аттырып жібереді. Мысалға, менің ауылға 115 шабуыл жаса деген видеомды кім көрді? Сол видеода менде бірінші салғанымда 5 сағаттың ішінде 4-ақ просмотр жинаған. Мен сол кезде кәдімгідей көңілім түсіп кеткен достар. Мен оған қарамай қойдым, ютубқа қарамай қойдым бірнеше сағат бойы. Сосын барып видео түсіріп болдым да. Сол видеоны түсіріп болғаннан кейін, монтаждап болғаннан кейін барып ютубқа салайын деп қараған кезде уже ол видео нормально просмотр жинап тастаған екен достар. 400 плюс просмотр жинап тастаған. Сосын барып мен сол алгоритмнің өзі уақыт керек екенін түсінген болатынмын. Мен басында тез дамығым келді, бірақ мен алгоритмнің өте жай дамуға болатынын түсіндім. Яғни көп адамдар YouTube бастаған кезде өте тез дамып кеткісі келеді, бірақ олай даму мүмкін емес. Яғни сізге подписчик керек, подписчикті жинау үшін ұзақ уақыттар керек, видео керек, шыдам керек дегендей достар. Қазіргі таңның өзінде көп ютуберлер сол шыдам мен уақыттың арқасында керемет ютубер болып кеткен атақты. Мысалы Айшуақпен дейін. Олар да басында
өте аз просмотр жинаған видеолар болған, бірақ ол видеолар қазір жоқ, себебі олар өзі өшіріп тастаған болуы мүмкін. И енді мен сіздерге қалай тез дамуға болатынын айтып кетейін. Қалай тез дамуға болады? Сіздерге көбіне шортс видеолар салсаңыздар болады, себебі қазіргі таңда, қазіргі заманда шортс видеолар өте көп. Мысалы, TikTok сияқты, бірақ айтып кетейін, YouTube'да шортс видео тек 1 минутқа ғана барады. Мысалы, тек 59 секунд, 60 секундтық ғана болады. Ал 1 минуттан асса, мен естуім бойынша көп адамдарға көрсетілмейді деп айтылады, бірақ білмеймін нақтысын. Мен өз басым сондайға сеніп 1 минут, 2 минут, 1,5 минут деген сияқты қылмаймын. Барынша тез істеуге тырысамын. Егер көп болса, мен видео, мысалы паркур өтесің ғой, паркур бүйтіп өтіп жатқан кезде видео 2 минут болып кетсе, мен оны аламын да өзгертіп тез скорост қосып тастаймын. Мысалы 1,5 скорост деген сияқты сондайларды қосып тастаймын. И көбіне негізі сіздерге айтатын ұсынысым ол шортс видео. Көп адамдар шортс арқылы дамып жүр қазіргі таңда. Мен де арасында шортс салып тұрамын, соның пайдасында мен солай тезірек 300 подписчик жинап алған болатынмын, достар. Арасында салам, себебім егер де достар сіздер шортспен дамып аласыздар ғой, 1000 подписчикке жеткеннен кейін барып сіздерге монетизация қосу керек болады. Монетизацияны қосатын кезде сіздерге егер шортспен немесе ұзын видеомен болады. Егер ұзын видеомен болатын болса, 4000 сағат жинау керек болады. Ал неден болса, шортстан болса 1 миллион сағат па сондай жинау керек болады дейді, достар. Мен естігенім бойынша айтып жатырмын. И мен ұзын видеоны таңдадым, достар. Себебі 1 миллион сағатты қалай жинайсың, достар? Еще 1 жыл 12 айда беріледі. Бірақ нормально деп ойлаймын. Әр адамның өзінің еркі, өз қалауы бар. Солай өздерің ойланып істесеңдер болады. И сосын не айтпадым, достар. Үшім кім дамығысы келеді, сол дамый берсін, достар. Дамыған үшім, егер де сіздер қатты дамығаныңыз келсе, уақыт керек болады, достар. Уақыт бәрін шешеді. Мен де мысалы басында YouTube бастаған кезде менде подписчик өте аз болды. Мен соның өзінде біраз көңілім түскен болатын, себебі мен бір видеоны көрдім, ол видеода не монтаж жоқ, не бір қызықты зат жоқ, эффект жоқ, бірақ ол видео атып кеткен, достар. И сосын мен ойландым, монтажы жоқ видеоларды атып кететін деп ойладым. И мен бір видео салдым. Сол уақыт өте ол видео атып кеткен болатын. И мен солай ол видеолардың үшін уақыт өте атып кететінін түсінген болатынмын, достар. Қысқасы, видео пайдалы болса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге пайдалы видео салдым деп ойлаймын. Не видео салатынын білмедім. Осындай видео түсіре салайын деп шештім, достар. Сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болмады ма, достар? Тағы, достар, айтпақшы қандай қызықты видеолар түсірейін, соны комментария жазып кетіңіздер. Менде вообще қызықты видео түсірейін десем, менде ешқандай да идея болмай жатыр, достар. Егер идея болса, мен түсіре беретін едім. Давайте, достар, идея айтып кетіңіздер. Менде вообще идея болмай жатыр. Ал, достар, осымен мен видеоны аяқтайын. Видео қызық болса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Тезірек 400-ге жеткізіп тастайық, достар. Өте тез 400-ге жетуге өте аз қалды. Тез жетіп тастайық, достар, үшін. Ал Мексика атты менің кішігірім сериалым ұнап жатыр екен. Сразу бірнеше сағаттың ішінде 200 просмотр жинап тастадық. Қазір білмеймін қанша просмотр екен, бірақ уже 200-ден аз кетті деп ойлаймын. Давайте, достар, мені қолдап кетіңіздер, тез дамып кетейін. Көп адамдан тез дамысы келеді, бірақ дамуға уақыт керек болатынын білмейді, достар. Тағы да қандай сіздерге нақты керек, қандай бір ақпараттар керек, соны комментария жазып кетіңіздер. Мен солай сіздерге ақпараттарды айтып беретін боламын. И мен сіздерге қалай тезірек 100 подписчикке жету керектігін көрсететін боламын. Мен өзім қазір 100-ден аз кеткен, 300-ге жетіп кетіп қалғанмын, достар. Тезірек енді маған 400 керек и 1000-ға жетуім керек, достар. 400-ден сразу 1000 подписчикке секремо деймін, достар. А то 400, 500, 600 деп жүретін болсам өте ұзақ уақыт кетіп қалады, достар. Давайте, достар, менің видеоларымды достарыңызға жіберіңіздер.
және де басқа WhatsApp-қа жіберіңіздер, дамытыңыздар, ошон лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, комментарий жазыңыздар, қолдарыңыздан келген бәрін істеңіздер. И достар, тағы бір айтатыным, вообще басқа біреудің несіне қарамаңыздар. Кейбір адамда мысалы дайын техника болуы мүмкін, ноут, компьютер деген сияқты, бірақ оларда сіз телефонмен жинаған подписчикті олар компьютермен болса да, ноутпен болса да жинай алмайды. Ол тек сіздің қолыңызда. Ал достар, видео ұнаса лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Видео ұнады деп ойлаймын. Пайдалы болса, әрине түсінесіздер, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал мен осымен видеоны аяқтайын. Сізбен болған мен Саяникс. Барлықтарыңызға давайте!